Сәлеметсіздер ме? Ой түрткі. Ребусты шешіңіз. Ребусты шешу арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбын болжайсыз. Ребустың жауабы болашақ энергиясы. Сабақтың тақырыбы болашақ энергиясы. Сабақтың мақсаты мәтінде көтерілген негізгі мәселені анықтап, оны кемінде бір ғаламдық мәселемен байланыстырып, 100-110 сөз көлемінде сыни жазба жазады және жазбада авторы көрсетілген бір афоризмді орынды қолданады. Жаңа сөздер. Оқушылар жаңа сөздермен танысады және сөздік дәптеріне жазып алады. Мәтін алты жұмыс. Бірінші тапсырма. Афоризмдерді оқып, мағынасын бір сөйлеммен түсіндіріңіз. Американдық инженер, өнертапқыш Томас Эдисон. Біз энергияны табиғаттан алып, табиғатқа зиян келтірмеуді үйренуіміз керек. Американдық инженер, кәсіпкер Илон Маск. Болашақ жаңартылатын энергия көздерінде. Физик, инженер, механик Никола Тесла. Энергия адамзат өркениетінің негізі. Оқушылар афоризмнің мағынасын бір сөйлеммен нақты әрі дұрыс түсіндіреді. Мәтінмен жұмыс. Екінші тапсырма. Мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап беріңіз. Оқушылар сілтеме арқылы мәтінді тыңдайды, сұрақтарға жауап береді. Сұрақтарға назар аударайық. Мәтін не туралы? Энергия көздерін өндіретін мемлекеттер қалай өмір сүреді? Адамның өмірінде энергияның рөлі қандай? 2017 жылы Астанада өткен экспоның тақырыбы қандай болды? Неліктен ол тақырып алынды? Оқушылар сұрақтарға толық әрі нақты жауап береді. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқыңыз. Оқушылар сабақтың екінші мәтінімен танысады. Төртінші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша суреттерді сөйлетіңіз. Бірінші сурет. Суретте көрсетілген басты мәселені анықтаңыз. Суретті мәтіндегі қандай негізгі оймен байланыстыруға болады? Екінші сурет. Бұл сурет қандай ғаламдық мәселені көрсетеді? Мәтіндегі энергия мәселесімен қалай байланысты? Үшінші сурет. Томас Эдисонның пікірін мәтінге және суретке байланысты қалай қолдануға болады? Төртінші сурет. Сурет қандай шешімді және болашаққа қандай әсерді көрсетеді? Мәтінмен және афоризммен байланысын түсіндіріңіз. Оқушылар суреттерде бейнеленген негізгі ойды анықтайды, суреттерді мәтін мазмұнымен байланыстырады. Өз жауаптарын ықтимал жауаппен салыстырады. Бесінші тапсырма. Мәтінге сүйене отырып, 100-110 сөз көлемінде сыни жазба жазыңыз. Жазбада мәтінде көтерілген мәселені анықтаңыз. Бұл мәселені кемінде бір ғаламдық мәселемен байланыстырыңыз. Қазақстандағы баламалы энергияның артықшылығы мен шектеуін сыни тұрғыда бағалаңыз. Жазбаңызда авторы көрсетілген бір афоризмді орынды қолданыңыз. Оқушылар мәтінде көтерілген негізгі мәселені анықтайды, анықталған мәселені кемінде бір ғаламдық мәселемен байланыстырады, Қазақстандағы баламалы энергияның артықшылығы мен шектеуін сыни тұрғыда бағалайды, жазбада бір афоризмді өз ойымен мағыналық байланыста орынды қолданады, ойларын логикалық жүйемен талап етілген көлемде жеткізеді. Өз жауаптарын ықтимал жауаппен салыстырып көреді. Мәтін соңы жұмыс. Алтыншы тапсырма. Төмендегі сөйлемдердің біреуін таңдап аяқтаңыз. Оқушылар сөйлемді дұрыс толықтыра алады. Рефлексия. Чек парақ әдісі. Сабақ соңындағы өзін-өзі бағалауы. Мәтінде көтерілген негізгі мәселені анықтадым. Анықталған мәселені кемінде
бір ғаламдық мәселемен байланыстырдым, өз ойымды сыни тұрғыда білдірдім, 100-110 сөз көлемінде сыни жазба жаза алдым, жазбамда авторы көрсетілген бір афоризмді орынды қолдандым, афоризмді өз ойымды дәлелдеумен немесе қорытындылау үшін пайдаландым. Мен үшін ең қиын болғаны маған көмектескені. Оқушылар өздерінің чек парақтарын толтырады. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.